Саламатсыздар, құрметті клиенттер. Сілтеме жіберілмей жатыр деген сұраққа жауап. Яғни 1688 сайтында скидка болып жатқан тауарлар. Осылардың сілтемесі жіберілмей жатыр. Енді қалай жібереміз? Бұрын оңай еді. Мына қытайша жазудың үстін басып тұрса, көшірмесі жасалатын, өзіміздің заказ беріп жүрген экспертімізге тікелей жібере алатын едік. Қазір енді қалай жібереміз? Мұнда тұрған мынау кішкене дөңгелек дедім ғой, осының ішіндегі осыны басамыз. Елге жолдау, елмен бөлісу, басқалармен бөлісу дегенді білдіреді. Осы жерді бассақ, мінекей, әртүрлі мысалы жерге жіберуге болады. Енді біз осының ішінен мынаны таңдап аламыз. Мына шынжырдың белгісі бар жерді басамыз. Бассақ, мінекей, көшірмесі жасалды. Мәселе ол бір рет басқанда істемей қалады. Сол кезде қайталай басу керек. Интернет жақсы ұстамай қалған кезде бұл программа өте үлкен программа, кейбір телефондар көтере алмайды. Сондықтан оны бір қанша рет қайталай басу керек. Енді осының ішінен өзіңіз қалаған бір экспертке жібереміз. Осының ішінен бір эксперт, өзіңіз таңдап алған экспертке жібердік дейік. Мысалы, мында кеп қоямыз. Неге жіберсек барады. Енді осы жерде сілтеме кіріп қарап көрейік қайтадан. Неге ашылып тұр? Осылай жібересіздер. Мысалы, енді осы оң жақ астыңғы жақтағы бұрышты басып, толық характеристикасын жіберуіңіз керек. Міндетті түрде светтерін, размерін толықтап жіберіңіздер, өтініш сіздерге. Заказ беру үшін міндетті түрде солай жіберіп үйреніңіздер. Жақсы, міне скидка болып жатқан тауарлар ең бірінші бетінде, басқа бетте болады. Соның ішіндегі осы арада болады негізі. Одан кейін ол жерге кіру үшін мына жерді басып кіресіз. Яғни міне ең кішкене дөңгелектің ішіндегі жерді басып кірсеңіздер болды.